27-ші беттегі 6-шы есеп. Теңдеулерді шеш. Құрылымы күрделі теңдеуді ықшамдап аламыз. Сосын теңдеудің мәнін табамыз. Шешімін шығарамыз. 45-ті 2-ге көбейтсек, қарындашпен жазып қойыңдар балалар. 90. 90 көбейту y тең 900. Y тең 900. Мында көбейту тұрса, біз бөлеміз 900-ді 90-ға. Y тең 990-ға бөлгенде 10-ға тең. Енді теңдеуді тексеріп көрейік. 45 көбейту 2 90. Көбейту Y-тің мәні 10-ға тең. 90-ды 10-ға көбейткенде 900. Мында да 900, мында да 900. Олай болса, 900 бен 900 тең. Жетінші есеп әсі. Теңдеу түрінде құрастырамыз. Бір орам матадан 14 метр мата қиып алғаннан кейін, қиып алған десе, демек азайтамыз. Онда 36 метр мата қалды. Қалды десе, тең боладыдан кейін жазамыз. Сонда бір орамда қанша метр мата болған? Бір орамның ұзындығы, яғни белгісіз бізде. Демек, оны x әрпімен белгілейміз. Мінеке теңдеуіміз шықты. X азайту 14 тең 36. Енді x деп теңдеуді шешімін табамыз. Мында азайту және сан тұр. Олай болса, керісінше біз қосамыз 36 мен 14-ті. 36 мен 14-ті қосқанда қосындының мәні 50-ге тең. Демек, бір орамда 50 метр мата болған. Енді 50-ден 14-ті азайтсақ, қайтадан 36 шығады. Демек, теңдеу дұрыс екен. 36 мен 36 тең.